Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай томпақ болып шығатын бауырсақтар дайындайтын боламыз. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Өте тамаша шықты. Ең алдымен ұнымызға жұмыртқамызды, тұзымызды, майымызды құйып қамыр илей бастаймыз. Кішкене араластырып алған соң, оның үстіне алдын ала дайындап қойған апарамызды құятын боламыз. Ұнды көп салып жіберге болмайды. Жұмсақ болса ол өзі ірігіп кететін болады. Қайта-қайта илей беріп біріктіруге болады. Осылай қолымызбен қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ, қолға кішкене жабысатын болады. Бірақ осылай 20 минут илесек, қолымызға жабыспайтын әдемі қамыр шығатын болады. Жұмсақ. Оны илеп болып, бетін пакетке жауып, 20 минутқа қойып қоямыз. Көтеріледі. Көтерілген соң аламызда тағы бір-ек қайтарып, қайтадан орап қоятын боламыз. Қайтып екінші рет көтерілгенде осылай жаямыз. Оқтауменен кішкене ұн сеуіп астына тегіс жайып шығамыз. Мен де осындай бокалмен кестім. Осындай дөңгелек пішінде кесіп шығамыз бәрін. Сосын артық қамырын алып тастап, бетін пакетпен, салафанмен жауып қоямыз. Сәл ісінгенше тұрады. Қалған қамырды да суала қылып илеп қойып қойсаңыздар, июі қанған кезде оны да бауырсақ қылып жасауға болады. Қызып тұрған майымызға қызартып екі бетін аудара отырып пісіріп аламыз. Қып-қызыл ісініп пісетін болады бауырсақтарымыз. Осылай барлығын пісіріп алдым. Осындай керемет бауырсақ шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер.